Не айтады екен, қазір бірге көреміз. Короче, жаңа сториста ойымды бөліп жерді. Енді тағы түсірейін десем, яқтан Вика келіп тағы бүгін сторис түсіре алмайтын болдық қой, нормально. Қалайсың, Рамазан? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, қалай демалдың? Өте керемет. Лейланы ойлап жаттың ба түнімен? Түнімен. Связьға шықпады ма? Жоқ, шықпады. Байланысқа шықпады, иә? Біз де іздеп жатырмыз, иә, бүгін 14:30-да Еуразия бірінші арнасын жібере алмаңыздар. Бүгін бізде туған күн, онымен қоса Лейлаға іздеу салып жатырмыз. Иә. Бағдарламаның несі өсіріп кетті ғой. Иә. Бүгін жібере алмаңыздар, көріңіздер. Достар, қайырлы күн. Бүгін ерекше күн, неге десеңіздер, бүгін Диана Скатованың туған күні. Бүгін Диана түрінде эмоция болмаса да қуанып отыр. Негізінде просто түнімен ұйықтамаған. Сіздердің құттықтауларыңызды оқыған. Диана жан, туған күнің құтты болсын. Бүгін жеке мерекесі, жеке мерекең емес, бүгін Индираның да туған күні. Негізі осы күні 96 жылы Райгүл тәте дүниеге осындай сұлу аруды дүниеге келген болатын. Сен барлық жақсылықтарға лайықтысың, бақытты болуға лайықты жансың. Ең күшті тележүргізуші, ең үздік тележүргізуші. Я, Саида ханым. Бүгін эфирде тағы да құттықтаймыз. Я, бәріміз бүгін күшті, бүгін мерекелік эфир болады, құттықтаймыз, я. И жаным сол түрін қараңыздар. Пока дайындалып боянып жатыр. Ай, сразу аяғын түсіріп қояды. Рахмет. Культурно отыру керекпіз ғой. Қалай демалдың, Асхат? Күшті, полон сил, энергия, Бүгін бізде туған күн, екі бірдей сұлу арудың туған күні ғой. Бүгін мерекелік эфир болады. Бүгін мерекелік эфир болады. Рамазан үшін емес, бәлкім. Салта, қалайсың? Бағана Хамрақұл екеуің билегендерін те көрдік. Көңіл күйлерің тамаша. Арықтадың ба? Аурам деп арықтап Ондай адамдар да болады екен, я? Қуасыңдар ғой, ауырмаңдар ешқашан. Ешқашан ауырмаңдар, Хамрақұл. Ауырған өте жаман. Иә, қалай биледіңдер сонымен? Билік үйретіп. Привет, Ерасыл, қалайсың? Жақсы, неге көңіл күйің жоқ? Не болды? Қалдың ғой, саған бір мүмкіндік берілді. Эфирдесің, неге қуанбайсың? Жоқ, жақсы ғой, бізді жол жүріп сөйлесек. Бүгін бізде мерекелік эфир. Бүгін көңіл күйлерің керемет болып отырсың. Сима, қалайсың? Неге? Ауырып отырсың ба? Сіздің әдеміңіз көп байшауы. Мәссаған. Маған қарап, наоборот, сен ауырмау керексің, нұрлану керексің ғой. Сіздей қызға қолым жетпейтін біліп жүрейін. Қасыңда тұрмын ғой. Қасыңда тұрмын ғой. Но ты так далеко деп қойсышы. Беке сен құлағында орын жоқсы. Лапшадан ба? Сенің лапшаң бар. Лапша көп негізі. Бүгін Еуразия бірінші арнасын жібере алмаңыздар, қосылайық жобасын. Лапша ілгіш, біздің мына жақта екі жігіт бар. Жан ханым, бүгін ерекше киіп алыпсыңыз деппін ғой, өзім қазақшамда уже құлдырай бастады деп па. Күшті екен көйлегіңіз, бір ерекше екен. Жеңі, мына жерге мата жетпей қалды ма? Қалай болып қалды? Қалшыңды. Қалай демалдыңыз? Күшті демалдым. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Бүгін Еуразия бірінші арнасында қосылайық жобасында Ақтөрені көріңіздер. Ақтөренің бірақ көңіл күйі жоқ. Мен бүгін түсірмей қойшы беконай деп жатыр. Бірақ бүгін бізде мерекелік эфир, бүгін бізде екі туған күн. Диана Скатова мен Индираның туған күні. Сондықтан көңіл күйлеріңіз керемет болсын. Бердақ мырза не істеп жатыр екен, Бердақ? Қалың қалай? Жақсы, не істеп жатырсың? Сурет салып, бір шабытым ашылып кеше бір өлең жазып. Жазып па, пост жаздың ба? Жоқ, өлең жазып едім. Жарайды, бәріңіз оқыңыздар. Қалай демалдың, Бердақ? Жақсы. Неде Шымкенттен келдім? Шымкентке барып кеткем. Трассада жүрмін ғой, мен тек пятницасыз отырып. Сіз мықтысыз ғой, Бердақ. Бүгін Еуразия бірінші арнасын жібере алмай көріңіздер. Бүгін бізде Диана Скатованың туған күні, бүгін Индираның туған күні. Мүшелі жасқа толып жатыр. Маған бір сыйлығын берем деген өзіме ұнайтын күшті. Негізі мен алып алғам сыйлығын мүшелі жасқа беріп. Мен айтып қойғам, енді білмеймін, эфирде айтамын, енді көреді ғой. Көреді, өзі көрер, иә. Біздің жайнап жүрген соңғы күндері, күліп жүрген, әдемі болып жүрген біздің панда қыз қалың қалай? Қыздың көзі қызылда депті. Сразу панда қызға келсем, қасына Нұртас бірден шыға қалады ғой. Қалай болып жатыр, таныстық? Қалай болып жатыр, таныстық? Мен тыңдамаған, Нұртас сөйлеп жатыр ғой, аха. Ту, тек өзі бәрін біледі. Қалай болып жатыр, таныстық? Ұнап жатыр ма? Ұнаса болды саған, ұнаса болды, ең бастысы.
Нұртасқа да Нұртас ұнататын сияқты менің ойымша. Сұрап көрейін қазір Нұртастан. Сұрап көрейін бе сен үшін? Давай көрейік. Бір қалыңдық сияқты, иә, қараңыздар. Тұрмысқа қасында жігіт болса, бірден тура осы кейпіңізде беріп жіберетін едім, шын айтамын. Құдай қаласа үміткер келсін. Нам надо этот педалборд поездить этот. Көйлегімді менің Астанадағы дизайнер. Алдында өте әдемі екен, көйлегіңіз өте жарасымды. Шынымен де қалыңдық сияқты өте әдемі болып жарқырап тұрсыз. Иә. Сіз қасында Зухраның мамасы андай шығарып салады ғой, қасында жолға. Тәтесі. Мамасы боласыз. Роза ханым мамасы боласыз мұнда, иә. Мен емес, осы жол мені ұстап алды сөзі. Солай ма? Сіз қарап тұрған жоқсыз, мен басып Қараңыздар, бірінші рет өмірде мен емес, маған тиісіп жатыр. екіде болса, екі. Сөз, сіз күштісіз ғой, сіз әпкесісіз. Одан менің әдемдігіммен. Иә, солай істейік, аха. Аха, мен қайтайын Айгүл ханым, іштеңе демей тұрған кезде. Ханым, что там, как дела? Қалыңыз қалай? Бүгін бізде мерекелік эфир. Бүгін Диана Скатованың туған күні, Индираның туған күні, көңіл күйіңіз керемет болсын. Қалай демалдыңыз? Да, красивое платье, вам очень идет. Ой, мәссаған, күшті, дұрыс айтасыз. Бүгінгі күніміз күшті өтсін, барлығымыздың көңіл күйіңізде күшті болып жүрсін. Мына жақта Аслан біреумен сөйлесіп жат. Осылай қуатын достарыңызды белгілеп кетсеңіздер болады. Осы стористің астына. Қалай демалдың? Көңіл күйің қалай? Супер. Күшті болып тұр, көрініп тұр, осылай болып жүре берсін. Аха, давай деп, мына жақта біздің деловая колбаса. Ержан мырза, қалыңыз қалай? Бүгін бізде мереке, бүгін бізде қуанышты күн. Себебі Диана ханым мен Индира ханымның туған күні. Мерекелік эфир. Нұртастың телефонын алып алдың ба уже? Нұртас? Уже сенің телефоныңды алып алды ғой? Да, фото түсіруге алдым. Ну жарайды, қалың қалай? Анау жатыр ма? Жоқ, конечно. Сен сұрасын деді. Иә. Дима қорққанынан айтып отыр. Иә, жарайды. Сәлем бәріне достар. Бүгінгі образымды осы жерден алдым. Мишка. Ты көрпектер айтсы. Қайырлы күн достар, қалаларыңыз қалай? Сіздер менен сұрап жатырсыздар, қандай духи қолданасың деп. Мен қазір Динара ханымнан алған духиді қолданып жүрмін. Ол чехиялық. Құдай қаласа жақын арада 8 наурыз келе жатыр. Сондықтан сыйлық алам десеңіздер, Динара ханымның аккаунтына өтіп кетіп, барлық сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Скидкамен беріп жатыр. Прямо иісі стойки. Заказ берсеңіздер өкінбейсіздер, заказ беріңіздер. Айгүлектің атынан десеңіздер, тағы скидка жасап береді. 8 март алда келе жатыр. Сол үшін тез заказ беріп үлгеріңіздер. Өте қатты маған ұнады.